Бұйыл мектеп табалдырғын аттайтын 400 мыңға жуық балақайдың ішінде әнші, әртіс, эстрада жұлдыздарының да перзенттері көп. Әлеуметтік желі кешелі бері өнерпаздардың мектеп алдында түскен суреттеріне толды. Дұрыс, бүлдіршіндердің зейіні ашылып, берекелі білім, тағылымды тәрбие алсын. Ал сол әке-шешелері мектепте қалай оқыды? Нұрай Құрақбай қыздарыңыз соны тексеріп көрмекші, жұлдыздарға мектеп бағдарламасынан қарапайым бір-екі сұрақ қойды. Хайыпқа бұйырмаңыз Айдар. Негізі мектеп бітіргенімізге өзі 25 жылдығымыз өтіп кетті. 2022 жылы бізде 20 жылдық кездесу болды, бірақ мен өкінішке орай бара алмадым, өйткені мен жаңадан босанғам ол кезде. Айтуға болмайтын шығар дегенмен де мен айтайын. Мен көбінесе оқуды онша ұнамайтын маған. Сол себепті мен көбінесе қашып жүретін оқудан. Кешірім сұраймын ұстаздардан. Мектеп бағдарламасынан бірнеше сауал қойсам, қалай қарайсыз? Жақсы. Абайдың туған жылы? Абайдың туған жылы 1848 ба, сондай ғой. 1900. Я не знаю, я не хочу позориться, сейчас что-нибудь неправильно. Қазақ хандығын құрған кімдер және қай жылы? Керей Жәнібек. Әбілқайыр хан ба? Немесе так. Әбілқайыр хан. Жәнібек Керей? Үш бұрыштың бұрыштарының қосындысы. Геометрияны жақсы көрген екенсіз кезінде. Үш бұрыштарының қосындысы 45, сондай болмай ма? Білмей бұлт қалды мен. 135 болмай ма? 180? Абай жолын жазған кім? Мұхтар Әуезов. Абай жолын жазған Абай. Судың формуласы? H2O. Ойбай, судың формуласы дейсіз ба? Физиканы дұрыс оқымадым деп. H2O. Сегіз жердегі жетім? Сегіз жетім... Қанша есептеп көріңіз? Жетім 41 емес ба? 49 ба? 49, 8 жетім, 87. Мама, 56 деп. 8 көбейту 7. 56. Сабақтарыңызды жақсы оқыңдар. Мейлі сіз өнер адамы болыңыз, мейлі сіз спорт адамы болыңыз, кім болсаңыз да білім әрқашанда бәрімізге керек нәрсе. Нужно понимать, что здесь важны не оценки, а важны знания. То есть учитесь и учитесь именно, развивайтесь в той сфере, которая вам на самом деле нужна и с которой вы связываете свое будущее. Жақсы оқыңыздар. Неге өткені үлкейгеннен кейін ол керек. 21 ғасырда жақсы оқу керек. Нұрай Құрақбай, Айна.